Фотосуреттерде неге менің көзім қызарып тұрады? Себебі сенің ішіңе шайтан кіріп алған. Ой, өтірік айтуды қойшы. Жарайды, түсіндірейін. Бұл біздің көзіміздегі және қарашықтағы қан тамырларына байланысты болады. Нұрлы қабықтың ортасындағы кішірейіп, кеңейіп тұратын тесікті қарашық деп атайды. Оның бұлшықеттері кеңейіп немесе тарылып көз алмасына жарықтың түсу мөлшерін реттейді. Күшті жарық әсерінен қарашықтың мөлшері кішірейеді, ал әлсіз жарыққа керісінше кеңейеді. Бұл көзге көбірек жарық түсуіне және қан тамырларының көрінуіне мүмкіндік береді. Сондықтан, қараңғы ортада суретке түсіргенде, камераның жарқылы кенеттен көзімізге әсер етеді. Бұл жарықтың бір бөлігі көздің нұр қабығы кішіреймес бұрын камераға шағылысып, фотосуреттерде көзімізді қызыл қылып көрсетеді.